Сәлем достар, бүгін сіздермен тестасы жұп-жұмсақ ауызда еритін қазақбайский самса жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге әдеттегідей пияз және ет қажет болады. Видеода көрсетілгендей пияз бен етімізді ұсақтап турап аламыз. Немесе тартылған ет қоссаңыздар да болады. Бірінші пиязымызға тұз бен бұрышымызды және майымызды құйып, жақсылап араластырып, бетін жауып, пиязымыз өлгенше 10-15 минутқа қоямыз. Содан соң етімізді майдалап турап аламыз. Үстіне 1 шай қасық соя соусын құйып, жақсылап араластырып, тоже 10-15 минутқа қоямыз. Сонда етіміз жұмсақ әрі тез пісетін болады. Енді кезек қамыр илейміз. Қамырымызға 1 жұмыртқа және де сары май, суға осылай тұзымызды жақсылап ерітіп алып, араластырып, үстіне ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Міне қамырымыз дайын болды. Осындай жұп-жұмсақ болып шығу тиіс. Ендеше осындай тоң майымызды ерітіп алып, қамырымыздың арасына жағып орайтын боламыз. Майымыз ерігенше пияз бен етімізді араластырып аламыз. Начинкамыз дайын болды. Ендеше қамырымызды өте жұқалап жайып шығамыз. Еріген майымызды осылай қамырымыздың барлық жеріне тегістеп жағып шығамыз. Енді бір шеттен осылай тығыздап орап шығамыз. Осылай бөліктерге бөліп, оны жайып, ішіне салмасын салып, түйіп, пешімізге салып пісіріп аламыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, үстіне кунжут немесе мак шашып пісірсеңіз өте әдемі болып шығады. Міне біздің самсаларымыз пісті, түрі де, дәмі де өте әдемі болып, дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видеоларым ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақбаян.